Армысыз қадірлі көрермен, Әділет ТВ республикалық телеарнасы өздеріңізді жаһан, ел, өңір жаңалықтарынан хабардар етеді. Студия тізгіні Ақмарал Алтынбекқызы, алдымен аңдатпа. Бірінші қыркүйектен педагогтардың біліктілік санатын анықтауда жаңа тәсіл қолданылады. Басты назар мұғалімнің кәсіби бейініне аударылған. Қазақстандықтар енді төлқұжат пен жеке куәлікті халыққа қызмет көрсету орталығындағы арнайы терминалдар арқылы өздігінен рәсімдей алады. Шарты қандай? Бүгіннен бастап электросамокаттарға тротуармен жүруге тыйым салынады. Оларға бұдан былай тек веложолақтармен ғана қозғалуға рұқсат беріледі. Құрылтайдан орын бұйырған депутаттарға мандатты партиялардың басқару органдарының отырыстарын кейін табыстайды. Яғни осы отырыстарда тізімге енгізілген кандидаттар арасында мандаттарды бекітіп бөледі. Астаналық әріптесім Әселім Қалыкен орталық сайлау комитетінің шешімімен бөліседі. Орталық сайлау комиссиясы көп күттірмей құрылтай сайлауында дауыс бергендердің ресми нәтижесін жариялады. Әділет партиясына 6.528.948 сайлаушы дауыс берді, яғни 71,17% дауыс жинап, бұл додада жеңімпаз атанып отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясына 5,11% дауыс бұйырса, ауыл партиясына 6,26, Қазақстанның ақ жол демократиялық партиясын 478.083 сайлаушы қолдап, 5,21% дауыс бұйырды. Республика партиясына 509.631 сайлаушы дауыс берген, яғни 5,56% дауыс жиналды. Сонымен қатар сайлаушылардың 2,51% бәріне қарсымын деген нұсқаны таңдады. Байтақ жасылдар партиясын сайлаушылардың 1% ғана қолдады. Қазақстан халық партиясының да көрсеткіші төмен 3,11% жинады. Осылайша жасылдар мен қызылдар қажетті меже 5% жинай алмай құрылтайға өтпей қалды. Ал құрылтайға өткен 5 партияның әрқайсына қанша мандат бұйыратынын орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров тізбектеп айтып берді. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясы және Қазақстан халық партиясы 5%-ық кедергіні еңсермеуіне байланысты мандаттарды бөлуге қатыспайды. Сонымен дауыс беру қорытындылары бойынша депутаттық мандаттар саяси партияларға төмендегідей бөлінеді. Құрылтайдан орын бұйырған депутаттарға мандатты партиялардың басқару органдарының отырыстарынан кейін табыстайды. Яғни осы отырыстарда тізімге енгізілетін кандидаттар арасында мандаттарды бекітіп бөледі. Свои решения они направляют к нам. После получения данных о лицах, кому партии делегировали мандаты, нам потребуется небольшое время, чтобы подготовить соответствующие документы, и мы произведем их вручение. То есть все зависит от оперативности руководящих органов партии. Әділет ТВ Астанадан. Әділет партиясы сайлаудан кейін де белсенді. Партиялықтар үгіт-насихат материалдарын жинауға кірісті. Әлеуметтік желіде ақпарат кеңінен тарап отыр. Бұл жұмыс Таза Қазақстан бастамасы аясында еліміздің барлық өңірінде жүргізілді. Партия кандидаттары, жастар қанатының белсенділері, өңірлік штабтардың өкілдері мен волонтерлар көшелерден, аулалардан, аялдамалар мен арнайы белгіленген ақпараттық алаңдарда үгіт материалдарын жинады. Жиналған плакаттар, парақшалар мен баннерлерді қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға жіберіледі деген ақпарат бар. Эфирде түйін. Сырдарияға суға кеткен ағасын құтқарам деген жігіттің өзі де қаза тапты. Түркістан облысы Сауран ауданында 3 қайық ауылында 3 күн бойы суға кеткен 2 азамат іздестірілді. 22 тамызда 1998 және 2002 жылы туған 2 ағайынды суға түсуге тыйым салынған жерде шомылған. Бірін-бірі құтқарам деп суға батқан 2 ағайындыны іздеуге Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, полиция, жедел жәрдем мамандары, жергілікті тұрғындар мен марқұмның туыстары жұмылған. Кеше шомылған жерден шамамен 6 шақырым қашықтықта 2002 жылғы туған азаматтың денесі табылды. Ал бүгін іздестіру жұмыстары барысында оқиға орнына 30 шақырым жерден 98 жылы туған 2 азаматтың өлі денесі су бетінен табылған. Марқұмдардың туыстарының айтуынша 98 жылы туған азаматтың артында 2,5 жасар баласы мен жүкті әйелі, ал 2002 жылы туған азаматтың небәрі 1,5 жасар баласы қалған. Мамандар судағы қауіпсіздік талаптарын әлі де қатаң сақтауға шақырады.
Шымкентте газ құбырынан өрт шығып, оны 101 қызметі кеше түнде өшірді. Шымкент қаласының Еңбекші аудандағы Қаратау тас жолы бойында газ құбырынан газ жанып жатыр деген хабарлама түскен. Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары оқиға орнына жедел жетіп, бұл қызметтің мамандары газ беру тетігін жауып, оны тоқтатқан. Құтқарушылар құбырды салқындатып, өртті толық сөндірді. Сондай-ақ оттың жақын маңдағы тұрған үйлерге таралуына жол берілмеді. Өрт салдарынан жүк көлігі мен бұрғылау жабдығы жанған. Зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Қазақстанның энергетика министрі Ерлан Ақкенженов елде салынуы мүмкін 4-ші мұнай өңдеу зауытына қатысты мәлімдеме жасады. Бұл туралы Стан KZ ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Министрдің айтуы бойынша мұнай өңдеу зауыты Маңғыстау, Атырау, Ұлытау немесе Түркістан облысында салынуы мүмкін. Алайда зауыттың нақты қай өңірде бой көтеретіні әзірге түпкілікті шешілмеген. Бұған дейін Ерлан Ақкенженов 4-ші мұнай өңдеу зауытының құрылысы 2026 жылы басталмайтынын айтқан еді. Оның сөзінше, мұндай ірі жобаны жүзеге асыру ұзақ уақытты талап етеді. Бұл өте ұзақ процесс. Біз жылына 10 миллион тоннаға дейін мұнай өңдейтін зауыт туралы айтып отырмыз. Шымкент мұнай өңдеу зауыты кеңейту жобасымен салыстыратын болсақ, жобалық құжаттарды дайындаудың өзі шамамен 2 жылға созылады, деді министр. Өзге де тақырыптарға ойсайық, бүгіннен бастап электросамокаттарға тротуармен жүруге тыйым салынады. Оларға бұған дейін тек веложолақтармен ғана қозғалуға рұқсат берілмек. Сонымен қатар самокат мінгендерге жүк немесе жолаушы тасуға мүлдем болмайды. Ал жаяу жүргіншілер жолағына келгенде көлігінен түсіп, қос дөңгелекті транспортты жолдан жетектеп өтуі тиіс. Тақырыпты электросамокат мәселесі өзекті болған Алматы қаласынан әріптесім жалғастырсын. Елімізде электросамокаттарға қатысты тағы бір тыйым күшіне енді. Соңғы жылдары жаяулар жиі қолдана бастаған бұл транспортпен енді тротуармен жүруге болмайды. Веложолақпен немесе көлік жолының оң жақ бөлігімен ғана қозғалуға рұқсат беріліп отыр. Бірақ трассаға 18 жасқа толған және жүргізуші куәлігі бар азаматтар ғана шыға алады. Оның өзінде басына шлем кию қажет. Сонымен қатар, тәуліктің қараңғы уақытында жолдың жүру бөлігінде жарық қайтарғыш кеудеше немесе жарық қайтарғыш элементтерді пайдалану қажет. Электросамокатпен жолаушы немесе жүк тасымалдауға тыйым салынады. Одан бөлек жалға берілетін электросамокаттарға талаптар күшейді. Олар тіркеу нөмірімен және сақтандырумен қамтамасыз етілуі тиіс. Ал кикшеринг компаниялары самокаттардың техникалық жағдайын, жылдамдығын және орналасқан жерін бақылауға міндеттеледі. Көбінесе кедергі келтіреді. Машиналардың жүруіне, адамдардың жүруіне. Көрінген жерде жатады, дұрыста қоймайды, құлап жатады, аттап өтуге тура келеді. Негізінде олар арнайы жол салып бергендерін дұрыс, өйткені бізде мына адам жүретін пешеходтың өзі тар. Жолда қалдырып кететін рас, неудобно жүрген кезде, коляскамен, жаяу жүрген кезде, көбінесе коляскамен жүресің, сол кезде жолдан өткен кезде әсерін тигізеді. Құзырлы органның хабарлауынша жаңа ереже электросамокаттарды қолдану кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Айта кетейік, бұған дейін Алматыда заң бұзған самокаттарды сергек камералары арқылы анықтау көзделіп отырғаны мәлім болған еді. Оразай Нұртай, Әділет ТВ. Тағы бір өзгеріс туралы. Қазақстандықтар енді төлқұжат пен жеке куәлікті халыққа қызмет көрсету орталығындағы арнайы терминалдар арқылы өздігінен рәсімдей алады. Цифрлық даму мен ішкі істер министрлігінің бірлескен бұл жобасы 28 тамыздан бастап Астана, Алматы, Шымкент пен облыс орталықтарында іске қосылмақ. Жаңа жүйе мамандарға жүгінбей-ақ кезекті азайтуға мүмкіндік береді. Алайда бұл қызметті пайдаланудың өз шарттары бар. Ол қандай талаптар? Ақерке Берекешеваны тыңдайық. Енді қазақстандықтар паспорт пен жеке куәлікті халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы арнайы биометрикалық терминалдар арқылы өздігінен рәсімдей алады. Бұл цифрлық даму және ішкі істер министрліктерінің бірлескен пилоттық жобасы. Жаңа жүйе Астана, Алматы, Шымкент облыс орталықтары мен Байқоңырдағы азаматтарға арналған үкімет фронт-офистерінде 28 тамыздан бастап іске қосылады. Жобаның басты тиімділігі кезекте тұрудың және көші-қон қызметінің мамандарына жүгінудің қажеті жоқ. Бұл жүйе өте қолайлы, жақсы жүйе деп айтсам да болады. Себебі соңға барған кезде адамдар очередте күтіп тұрады бір-бірін. Мынау өте ыңғайлы халыққа. Жақсы, негізінде. Менің ойымша, әрине цифрлы әлемде жеке басы куәландыратын құжаттың цифрлыққа өту бұл өте жақсы бір жаңалық деуге де болады. Әрине өте қуаныштымыз, бірақ сонымен қатар біздің қауіпсіздік, яғни жеке деректердің тарап кетпеуін де жоғарғы деңгейде қорғаса деймін.
өмір болған кейін түрлі жағдайлар орын алады, кейде телефон болмай қалады, зарядкамыз өшіп қалады дегендей. Осындай жағдайда біздің төлқұжатымыздың құжатымыздың баламасы болса, немесе біз жеке бір өзіміздің иңімізді айту арқылы төлқұжатты кез келген жерде бір шығарып алып, оны пайдалана беруге септігін тигізсе дейміз. Бірақ қазірдің өзінде біз Каспий арқылы дейміз ғой, төлқұжатымызды көрсетіп жүрміз дегендей. Меніңше бұл халықтарды қуантатын жаңалық болады деп ойлаймын. Айта кету керек, бұл қызмет құжаттың қолданылу мерзімі аяқталуға 30 күннен аз уақыт қалғанда немесе жарамдылық мерзімі өткеніне 10 күннен аспаған жағдайда ғана көрсетіледі. Егер жүйеге енгізілген сурет немесе қолтаңба талапқа сай болмаса, өтініш жойылып, азаматқа SMS хабарлама жолданады. Ал терминалда 10 минуттан астам техникалық ақау туындаса, қажет бұрынғыдай қағаз түрінде рәсімделеді. Сонымен пилоттық жоба 28 тамыздан басталып, жыл соңына дейін жалғаспақ. Сондай-ақ бүгін 2-ші тоқсан бойынша қосылған құн салығы, ренттік салық, сондай-ақ шілде айының әлеуметтік және табыс салықтарын төлеудің соңғы күні екенін ескертеміз. Салық мамандарының сөзінше, мерзім аяқталатын күн жақындаған сайын жүйеге түсетін жүктеме артады. Төлемді соңғы минутқа қалдыру қаржылық тәуекелге басты көй екенін білсе де, көп адам маңызды тұсты осы сәтке дейін қалдырады. Оны дер кезінде жасамағандарды не күтеді? Тілшіміз әңгімелесін. Салықты уақытында төлемесеңіз, өсімпұл төлейсіз. Оған қоса банктік шоттарыңыз бұғатталуы мүмкін. Бүгін 2-ші тоқсан мен тамыз айының негізгі салықтарын, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді аударудың соңғы күні. Мемлекеттік кірістер комитеті салық төлеушілерге дедлайн туралы тағы бір мәрте ескертеді. Төлемді кешіктіру неге әкеп соқтырады және соңғы минутта ақша аударудың қандай қаупі бар? Енді уақытылы төленбеген жағдайда әрбір төленбеген сомаға ұлттық банк бекітілген ставкасының 1,25 еселенген әр күніне өсімпұл жүреді. Ал енді мәжбүрлеп өндіру шаралары жалпы берешек сома 20 айлық есептік көрсеткішке дейін болса, ол салық төлеушіге салық органдары тек қана хабарлау жолдап және өсімпұл ғана жүреді. Ал енді 20 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда ол қазіргі 2026 жылға 73.840 теңгеден асса, және 20 МРП-дан, 20 АЕК-тен айлық есептік көрсеткіштен 45 айлық есептік көрсеткішке дейін салық төлеушіге хабарлама жолданады. 5 жұмыс күні ішінде берешектің пайда болған және 10 жұмыс күнінің ішінде аталған салық төлеушілердің, берешегі бар борышкерлердің банктік есеп шоттарына бұғатталады. Корпоративті және жеке табыс салығын, сондай-ақ шілде айына арналған арнайы салық режиміндегі төлемдерді банктердің операциялық уақыт аяқталғанға дейін, яғни сағат 17:00-ге дейін орындау қажет. Бұл уақыттан кешіккен төлемдер мерзімі өткен болып саналады. Сонымен қатар салық төлеушінің шотында артық ақша болса, бір салықтың ішіндегі сома өтінішсіз өзара есептеледі. Ал әртүрлі салық түрлері арасында ақша ауыстыру үшін міндетті түрде өтініш талап етіледі. 90-ның соңы біз сияқты кәсіпкерлер үшін өте ауыр тиеді. Себебі бір уақыттың ішінде КТС, НДС, жұмысшылардың жалақысы барлығы келіп тұрады. Тапсырыс берушілер ақшаны кешіктіреді, ол бірақ жұмысшылар мен налог банктарды қызықтырмайды. Шоттарымызды бұғаттап тастап, қажетті жасайтын операцияларымызды жасай алмай қаламыз. Егер берешек сома 45 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда салық төлеушілерге толыққанды мәжбүрлеп өндіру шаралар жүргізіледі. Бұл ретте өсімпұл есептеліп қана қоймай, банктік шоттар бұғатталады және дебитерларға хабарлама жіберіледі. Тіпті борышкердің атына тіркелген жылжитын және жылжымайтын мүліктер тиісті аукцион арқылы сатылымға шығарылады. Мұғалімдерді аттестаттаудың жаңа тәртібі енгізіледі. 1 қыркүйектен бастап педагогтардың біліктілік санатын анықтауда жаңа тәсіл қолданылады. Енді басты назар тек тест нәтижесіне емес, мұғалімнің кәсіби цифрлық бейініне, күнделікті жұмысына және нақты көрсеткіштерге аударылатын болды. Өзгеріс әзірге пилоттық режимде жүзеге аспақ. Жаңа жүйе педагог еңбегін бағалауға қалай әсер етеді? Нұрай Жылқыбай біліп келді. Министрліктің мәліметінше, педагогтерді аттестаттаудың бұл жаңа тәртібі әзірге тұрақты жүйе емес. Оқу-ағарту министрінің 2026 жылғы 5 маусымдағы нөмірі 159 нормативті құқықтық бұйрығына сәйкес пилоттық жоба 1 қыркүйектен басталып, жылдың соңына дейін, яғни 31 желтоқсанды қоса алғандағы кезеңде жүзеге асады. Осы уақыт аралығында аттестаттаудың жаңа тәсілдері сынақтан өткізіліп, оның нәтижесі бойынша алдағы тәртіпке қатысты шешім қабылданбақ.
Аттестаттау ұстаз ұлттық платформасында қалыптастырылатын педагогтық кәсіби цифрлық бейні негізінде жүргізіледі. Онда педагогтың білімі, еңбек өтілі, біліктілік санаты, біліктілікті арттыру курстарынан өтуі, кәсіби жетістіктері, педагогикалық қызметін бақылау нәтижелері, білім алушылардың жетістіктері туралы мәліметтер жинақталады. Басты назар педагогтың күнделікті жұмыс сапасы мен нақты кәсіби нәтижелеріне аударылады. Аттестаттау комиссиясы педагогтың кәсіби цифрлық бейнін бірнеше бағыт бойынша бағалайды. Олардың қатарында сабақты жоспарлау және өткізу сапасы, оқушылардың білім сапасы мен ілгерілеу динамикасы, педагогикалық қызметті бақылау нәтижелері, оқушылардың олимпиадаға, конкурстарға, жарыстар мен чемпионаттарға қатысуы және жетістіктері бар. Енді мұғалімдер тест тапсырмайды, тек портфолио дайындайды. Ол жерге жаңа барлық өзінің жетістіктері, жасаған еңбектері кіреді. Көрсеткішіміз ол балалар ғой, оқушылардың жетістігі, оқушылардың тұлға ретінде қалыптасуы. Сондықтан мен ойлаймын, өте жақсы, бұл енді пилоттық жобада өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Жаңадан еңбек жолын бастаған мұғалімдер әрине тест тапсырады. Ал жұмыс атқарып жүрген мұғалімдерге мен ойлаймын, ол күнделікті жұмысын атқарып жатыр, өзі де оқушымен бірге дамып жатады, сондықтан портфолио жеткілікті деп ойлаймын. Оқу ағарту министрлігінің жаңа ережелерін 100% қолдаймын. Жыл өткен сайын педагогтардың білімі шыңдала берді. Ол өз пәнінен тапсырмаса да, ол оның жетістігі өз емес, оның жетістігі өзінің оқушылары. Сол портфолиоға өзінің оқушыларын және де өзінің жетістіктерін салу арқылы жаңа санат алады. Пилоттық жоба аясында аттестаттау комиссиясы педагогке қатысты екі шешімнің бірін қабылдайды. Мұғалім біліктілік санатына сәйкес келеді, немесе сәйкес келмейді. Егер педагог кезекті аттестаттау кезінде жоғары санатын растай алмаса, комиссия кәсіби цифрлық бейіндегі нақты дәлелдерге сүйене отырып, қолданыстағы санатын сақтауы немесе төмен санат беруі мүмкін. Ал мерзімінен бұрын жоғары санатқа үміткер педагог талапқа сай келмесе, оның қазіргі біліктілік санаты мерзімі аяқталғанға дейін сақталады. Нұрай Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінгі жаңалықтарымызда өзгеріс туралы ақпарат аз емес, және біреуін естеріңізге салайын. Енді концертте фонограмма қолданылатын әншілер көрерменге алдын ала ескертуге міндетті. Жаңа талап бойынша дайын, яғни дауысы жазылған ән айтатын болса, бұл туралы билет сатылымы басталмай тұрып, кемінде 1 ай бұрын хабарлану керек. Бұл талапты орындамаған өнер иесі де, концертті ұйымдастырушы да әкімшілік жауапкершілікке тартылуы әбден мүмкін. Көрермен концертке билет сатып алғанда сахнадан қандай өнерді тамашалайтынын білуге тиіс. Мәселе де осында. Қазір концерт билеттерінің бағасы арзан емес. Балкондағы орынның өзі 10-12 мың теңгеге жетсе, алдыңғы қатардағы билеттерінің құны бұдан да қымбат. Жаңа талаптың мақсаты да көрерменнің құқығын қорғау. Егер өнерпаз фонограммамен өнер көрсететін болса, оны жасыруға емес, алдын ала ашық айтуға тиіс. Ереже бұзылған жағдайда әншіге 432.500 теңге, ал концерт ұйымдастырушысына 648.750 теңге айыппұл салынады. Ал бұл әрекет бір жылдың ішінде қайталанса, айыппұл мөлшері өседі. Дегенмен, мамандар фонограммаға толық тыйым салынбайтынын айтады. Мәселен, телебағдарламаларда немесе жанды дауыста ән айтуға техникалық мүмкіндік жоқ жерлерде дайын жазбаны пайдалануға болады. Жанды дауыс керек қой бәрібір да, енді ол Алламен жәндегі дүниеге келгеннен берілетін жанды дауыс деп ойлаймын оны. Ал фонограмма да керек. Себебі ол адам ғой, дұрыс па? Бір кездері шаршайтыны бар. Екеуін де қолдаймын. Жалпы жанды дауысты айтқан өте жақсы деп ойлаймын. Мен енді өзім жиі бармаймын, негізі қолдамаймын. Қазіргі таңда бәрі ақша болып кетті ғой, ақшаға сатып алады да әнді айта береді мысалға да. Жанды дауыс дұрыс қой. Енді фонограммамен айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Өзім қолдамаймын ондайда. Жанды немен өз даусым айтқанға жетпейді ғой. Өнер адамдарының өз уәжі бар. Кей өңірлерде сапалы дыбыс құрылғылары мен кәсіби мамандар жетіспейді. Ал жанды дауыста сағаттап ән айту үшін тек жақсы дауыс емес, сахнаға сай жағдайда қажет. Бірақ өнер майталмандарының айтуынша, бұл жанды дауыстан бас тартуға себеп болмау керек. Өйткені шын талантқа техникалық кедергінің өзі тұсау болмау тиіс. Ал енді таңдау көрерменнің қолында. Жауапты ведомство өкілдерінің пікірінше, жаңа талап концерт мәдениетінің қалыптасуына ықпал етеді. Ал көрермен үшін ең бастысы билетке төленген ақшасына сай сапалы өнер көру.
Жаңалықтар қызметіне келіп түскен ақпараттардың легі осы болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алда жаһан және спорт жаңалықтары, сондай-ақ күн райы туралы ақпарат білесіздер. Әділет ТВ, әділ сөз, нақты дерек. Бізбен байланысты үзбеңіз. Дидарласқанша.